Салем Достар, вы снова на канале Кола, Большой Рахмет, друзья, всем, кто подписался, я рад видеть вас всех на моем канале. Друзья, сегодня мы посмотрим видео «Самый красивый выход невесты на казахской свадьбе». Давайте посмотрим, увидим, что здесь покажут, друзья. Перед просмотром не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик, видео выходит каждый день, видео выходят все по вашим заказам. Ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно, кому интересно, переходите, смотрите различные видеоролики. Смотрим, друзья. В Казахстане, конечно, да. Я не раз уже смотрю, как свадьбы проходят, друзья, в Казахстане. В Казахстане именно с таким размахом свадьбы играют, что кто не видел, с украинских зрителей, обязательно посмотрите, нереально круто. Он красивый, это тамада, да? Сзади, я думал, что впереди идет уже невеста, подумали, как так.
өскен. Бүгінде Мұхтар әкеміздің шаңырағына құт деген сөзді естіген барша арқаның самалдары Сарыарқаның кең байтақ жерін мекен етіп, бүгінде қазақтың қасиетті қоңыр домбырасын арқалап беріп отырған Даниярдай ұлдарымызға кезек келді. Республикамызды дүлдүл атанып жүрген талай халықаралық байқаулардың жеңімпазы бүгінгі тойымызда бір шаңырақ, бір әулеттің келіндеріңіздің бетін ашайын деп тұр. Орнымыздан тік тұрайық, мойындарымызды бұрайық, шапалақты қаттырақ ұрайық, назарды бізге салайық, келіндеріңіздің бетін ашайық. Той құтты болсын ағайын. Напишите в комментариях, что это за поклоны вот эти происходят. Именно на каких-то словах поднимают ткань, да, и она кланяется. Почему так? Почему она это делает? Зачем? Напишите, пожалуйста, очень интересно. Мына тұрған кенесі, кімді жаман десең де, енеңді жаман демесі, ашуланса егер де, үйдің өткір жебесі, осы әулетті ұстаған қабырғаның шегесі, оның аты Айгүл ғой, Айгүл сенің анаң ғой, Айгүл сенің панаң ғой, шай ғой десе келін жан 120 мен бара ғой, айтқан тілді ала ғой, бұл дәріген баға ғой, хай менің мың сәлем емес, мың сәлем ағайын қошемет таямай соқ отырыңыздар, кейіндеріңіз қайыныңызды сәлем салуға. Басталып көптен күткен мейрамыңыз, ағайын орындалсын ойларыңыз. Қадірлі туыстардың басын қосқан, бүгінгі құтты болсын тойларыңыз. Жатқанда жастарыңның бағашылай, дүбірлі тойлар келсін алашымыз.
получается, Домброй снимает, да? Как бы так получается? керек қашан менің қолымды ұсартады, қашан біз той жасаймыз Мұхтар әкеміз деп кәдімгідей осы тойды күтіп жүрген бір адам бар. Кім десеңіздер, ой жаным сол келіңіздер, келіңіздер. Мен қасыма келіңіз, мама, мен қасыма келіңіз. Құдай жынысын қарасаңызшы, ой бұл прическасын қарасаңызшы, көйлегін қарасаңызшы, шапалақ бар ма жоқ па? Айқай-шу бар ма, коллеги, друзья, қайдасыздар? Міне, сіз шегеріп отыр. Ощущение қалай? Арман. Необычный ма? Арманым орындалды. Құдай-ау, міне келініңіз түсті. Енді тәте сізге главный задача мына келіннің главный плюсы қолыңыз ұзарып жатыр. Қолыңыз ұзарып жатыр. Чувствуете ұзарып жатыр? Чувствую. Скоро тілде қысқарады, онда почувствуете. Қазір, ал тәте ондай болса, өзіңіз сияқты мынандай сұлу ана, өзіңіз сияқты батыр ана, өзіңіз сияқты қайсар ана, елге абыройлы ана болсын десеңіз, маңдай бетін ашып, маңдайынан шірі түсейін, мінезіңіз өзіңізге татқан болса, аузынан шірі түсіресіңіз. Смело, апа, смело. Қосылай, келінге қасылай деп жатыр. Ой, бәрекелді. Айқай-шу, құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз. Рахмет. Тәте, вопрос это ваш сын? Ұлыңыз ба дейді? Сүйсіңізші. Қашын тойға қатысып боласың ба? Ой, жағымса рахмет. Ендегізер. Тамада тоже такая работа, друзья. Вот я смотрю, сколько различных видео. Ну, этот человек тоже должен быть осознан, да, в культуре, в традициях. Не просто так ты пришел и в каждом юморе он должен держать вот эту ноту юмора, понимать, где можно подшутить, где нельзя подшутить, над чем можно подшутить. И, конечно же, там понятно, что есть сценарий какой-то, но импровизация происходит, ну, постоянно. Это круто, это круто. Ренжімеңіздер. Мысалы, мен Мейрамбектің папасының орнында болсам, айтқызбай бетінен сүйісуші едім. Айтқызбай барып бетінен сүйісуші едім. Обязательно намек айтып көріп та. Ой, бәрекелді. Қосылай, ағамыздың келді. Ой, бәрекелді. Ай, бәрекелді. На всякий случай сезоныз. Вообще құсайды екеуі, как будто до и после сияқты. Аға келіңіздер. Ой, бәрекелді. Келін құтты болсын, аға. Келіңіз құтты болсын. Құдайға шүкір. Екеуіңіз кәдімгі күшті болып тұрсыз. Как будто бір Бүркіт пен Аиша қызы күшті болып тұрсыздар. Енді міне ұлдарыңыз келін әкеліп жатыр. Келе қойшы міне. Келе қойшы мен алдыма келші. Ой, Мейрамбектің түріне қараңыздаршы. Бір экспоның председателі сияқты кәдімгі тұрып тұрсың. Ана қарасың, екеуміздің түрімізге қарасаң, бір мабаланғасың вообще никто болайын деп тұр. Келген қонаққа ассалаумағалейкум деші. Ассалаумағалейкум. Неге настроение? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Әне. Менің папам мен мамамның тойына қош келдіңіздер. Тойына қош келдің. Өз біле салады, айта салады бұл сөзді. Жо, үйренген қалай? Рахат бекен? Я жақсы. Пока рахат емес пе? Жоқ, рахат. Рахат дейді, қайдан біледі ме бұны? Запомни, это в начале рахат, потом вечно пахат деген сөз бар. Вечно, ура, я женился деш! Ура, я женился! Жетіске дегенсіз, нәтижесі. Әнеді құрметті ағайындар, бүгінгі 2 жастың қадамы тек қана нұрға толсын деп, 2 жасты неке қию рәсіміне шығарып салайық. Тойымыз бастауға рұқсат қой, қосылайық. Бүгінгі Мейрамбек ұлдарыңыз бен Айнұр қыздарыңыз бақытты болсын. Той құтты болсын ағайын. Жас жұбайлардың жақындары мен туысқандары. Бүгінгі мерекелік салтанатына отау көтерген жас жұбайлардың қуанышты күніне ортақ болуға қош келдіңіздер. Жас жұбайлар Қазақстан Республикасының азаматтары Кеушігір, Ашырбеков Мейрамбек Мұхтарович, Қалындық Исмагулова Айнұр Серікова. Бүгін сіздердің заңды некелеріңіз қиылып, болашаққа қол ұстасып, бірге аттанар кез келіп отыр. Заңды неке тіркеу алдында сіздерге бірнеше сауалдар қоюға рұқсат етіңіздер. Құрметті Қалындық Айнұр, сіз Мейрамбекке
иә береді қошеметтеріңіз болсын. Құрметті күйеужігіт Мейрамбек, сіз шаңырақтың берік тірегі болуға, махаббаттарыңызды өмір бойы аялап өтуге өз келісіміңізді бересіз бе? Иә, береді қошеметтеріңіз. Құрметті қалыңдық Айнұр, сіз неге тіркелген соң қай текті таңдайсыз? Ашырбекова, қошеметтеріңіз болсын. Құрметті жас жұбайлар, некелеріңіз Қазақстан Республикасының неке және отбасы заңына сай тіркелетін болады. Олай болса, сіздерді заңды неке тіркеу актісіне қол қоюға шақырамын. Қосылмай, аплодисменты, друзья, коллеги, родные и близкие родственники. Не слышу вас, громче! Екі жастың куәгерлерін қол қоюға шақырамын. Ничего себе, свидетели расписываются. Я первый раз такой вижу. Ну, типа, я понимаю, что они не расписывают, но они как-то, что они присутствовали или настоящие свидетели, как это вообще происходит. Неге қияр жүзігін тек сәндіге тақпайды, неге қияр жүзігі махаббатты мәңгілікке сақтайды деп, махаббаттарыңыздың айлығы ретінде неге сақинасымен алмасуларыңызды сұраймын. Ендеше, 2017 жылдың наурыз айының 25 жұлдызында неге қиған жас жұбайларды салтанатты түрде ерлі зайыптылар деп жариялаймын. Ең алғаш отбасылық құжаттарыңызды тапсыруға рұқсат етіңіздер. Құрметті жас жұбайлар, тіккен отауларыңыздың шаңырағы биік, терезесі тең, керегесі кең, босағасы берік болсын. Бақытты болыңыздар, тойларыңыз құтты болсын. Құрметті меймандар, осы бүгінгі таңда Это мама, да это Қазір екі жаста мына жерде тұрған 300 адамның бәрі құттықтаса, екі жасы беті тұтқамайды, дұрыс қой. Сондықтан бірінші дастарханнан кейін бірінші тектегі Құдай қаласа құттықтаймыз. Келесіз ғой? Отан ашыңыздар, отан ашыңыздар. Тәте, отан ашыңыз, пожалуйста. Ал, олай болса сіздер қаттырақ. Мына екі жас бақытты болсын дегендеріңіз ол болды, өтеріңіздер, ол болды. Бастарында шаттық болсын деп толсын дегендеріңіз сол болды, өтеріңіздер. Ал енді осы шапалақты тұрғанмен екі жас құттығына жинастырайық. Екі жас бақытты болсын. Рахмет! хорошие такие теплые, приятные ощущения, когда смотришь на молодежь, да, которая воссоединяет брачный союз, да, и ты понимаешь, сколько им предстоит, да, пускай с каждым годом их любовь, друзья, в любом случае только крепчает, взаимопонимание самое главное, и чтоб они не привело ни к чему, чтобы они поддерживали друг друга в любых ситуациях. Это самое главное. Если будет поддержка, идеальная жизнь будет в любом случае. Только крепкой любви, крепкой семьи и побольше детей.
пускай дети это радость, это счастье. Друзья, ну, конечно же, по поводу того, как выходила невеста, да, некоторые вопросы я задавал в видео, когда смотрел. Обязательно, кто смотрит, напишите ответ на это видео, на эти вопросы. Ну и, конечно же, в любом случае выход невесты, да, я так понимаю, это традиционные, да, такие вот моменты. Пускай вот эти моменты не забываются, и пускай люди их продвигают и придерживаются вот этих традиционных моментов, потому что в Казахстане нереально крутая национальная одежда, друзья, которую надо носить каждый день. Я про шапан только мечтаю, друзья. Вот шапан какой-то, чтобы себе приобрести, было бы вообще нереально, потому что мне нравится, как я смотрю на молодых парней, на взрослых мужчин, как они ходят в национальной одежде. Это просто нереально. Для меня, вот я просто, честно, я вот вам говорю, такое ощущение, я своей супруге говорю, я себе хочу вот так, я так хочу ходить, я бы, говорю, его каждый день носил, мне надо, говорю, много шапанов, чтобы я на каждый день разный носил. Она говорит, купим, все будет. Ну, хорошо, что у меня супруга тоже с Казахстана, друзья, я очень счастлив. Конечно же, менталитет женщин с Казахстана, в любой стране менталитет разный женщин. И в Казахстане вот эта верность, преданность своему мужчине просто на высшем уровне. Она как реально гора, которая всегда готова тебя поддержать, когда ты упадешь, поднимет, подскажет, поддержит, и это большого стоит. Я рад, что связал свою жизнь, что у меня есть супруга с Казахстана, очень рад, и с каждым годом, ну, скоро уже год будет, как мы живем вместе в супружеской, и для себя я каждый день что-то новое открываю, и мне интересно наблюдать и смотреть, и ценить ее за то, что она вот в тяжелые моменты, когда я был в Украине, тоже на фронте, когда я был, этот человек в любой момент всегда поддерживал, только просил обещания у меня, что я вернусь живым. Я говорил, что я сдержу обещания, я обычно сдерживаю обещания, и обещал, и вот мы вместе. Это самое главное. Мы ждали этого очень долго. Друзья, очень красивый выход невесты, мне очень понравилось. Невеста как пушинка, такая нежная какая-то, воздушная, очень круто. Пускай радуюсь, когда смотрю вот такие моменты. Сам такое прошел, да, пережил вот эту роспись, вот эти моменты. У тебя такое ощущение, вроде я вспоминаю себя, и мне этот день я никогда не забуду. Я очень рад. Друзья, не забываем подписываться, проставлять лайки, прожимать колокольчик. Видео выходят каждый день, и видео выходят все по вашим заказам. Ссылку на канал автора я оставлю в описании под видео. Обязательно, кому интересно, переходите, смотрите различные видеоролики. Берегите себя, друзья. До встречи.